Қазір достар, коланың құрамында қанша қант бар екенін анықтайтын боламыз. Сахар. Осындай глюкомермен құйып дайындап қойдым. Өйткені 1 минуттың ішінде бәрін тексеріп үлгеруім керек. Міне. Нормада адам ағзасында 3-те 3, 6 болу керек. Егер одан жоғары болса, инсулин салып, көріп тұрсыздар ма? Бұл деген 30-дан жоғары деген сөз. Жай ғана бір каплесінің ішінде өздеріңіз ойлаңыздаршы. Енді кәдімгі қарапайым ақсуды қолданамыз. Вроде ақсудың ішінде ешқандай сахар болмау керек. Бұл анау жай ғана су ғой, міне. Енді қараңыздар. Ана, 0. Мүлдем қант жоқ ішінде. Қайсын таңдайсыздар?